Саламатсыздар ма достар, бүгін біз сіздермен ешқандай жұмыртқасыз жасалатын пирогты көрсететін боламын. Ең бірінші осылай ұнымызды табағымызға салып алып, үстіне какаомызды салатын боламыз, және де қобызытқышымызды саламыз. Және осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Қантымызды салатын боламыз. Және міндетті түрде жылы суымызды құйып, венчигіміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің массамыз осындай қатты сұйық немесе қатты қою болмауы керек. Жақсылап венчигімізбен араластырып алатын боламыз. Комоктары болмауы керек. Одан кейін ыдысымызды алып, құймамызды барлығын ыдысымызға орналастыратын боламыз. Енді 180 градуста пісіріп аласыздар. Мінекей достар, біздің бисквитіміз дайын болды. Кішкене суытып аласыздар. Суып болғаннан кейін шоколадымызды ертіп алатын боламыз. Мен сүтке ертіп алдым. Және осындай арахис қоссаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Бесік шайға әсіресе дайындап берсеңіздер болады. Қолжетімді әрі тез дайындалады. Барлығын бетіне құйып, бетіне әсемдейтін боламыз. Және 1 сағаттай холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Мінекей достар, біздің ең оңай жұмыртқасыз жасалатын пирогымыз дайын болды. Ұнаса маған тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіздер.